Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендері. Мен сіздерге бүгін өте керемет, дәмді болып шығатын нанның рецептімен бөліскелі отырмын. Алдымен жылы суымызға осындай өлшеніп алынған аштығымызды және де сұйық балымызды құямыз. Менде осындай бал кондитерлік. Рецептін міндетті түрде описание бөліміне қалдырып қоямын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Аштығы көтерілгенше кішкене 5 минутқа қоя тұрамыз. Міне енді аштығы көтерілді. Сосын барып зәйтүн майын құямыз. Зәйтүн майы болмаса, кәдімгі сұйық майда бола береді. Менде дәл осындай зәйтүн майы. Енді тұз саламыз. Тұзды шамамен 10 граммға салсақ жетеді. Бір жұмыртқа, егерде жұмыртқа үлкен болса, онда біреу жетеді. Егерде кішкентай жұмыртқа болса, онда екеу қосамыз. Мен қазір бірінші қамырымды елеп көремін. Егерде жұмыртқа маздық етіп жатса, онда тағы да үстіне қосуға тура келеді. 450 грамм өлшенген ұн. Кейде ұнның тығыздығына байланысты 50 грамм аз кетуі мүмкін, кейде көп кетуі мүмкін. Сондықтан да артығымен 50 грамм өлшеп алдым. Енді сіздерде дәл осындай комбайн болмаса, жай ғана қарапайым миксердің басы ерек насадкасымен де айналдырсаңыздар болады қамырды. Я болмаса, қолмен елеген кезде тоқтамай 15 минут бойы елесеңіздер болады. Қамыр өте жұмсақ болу керек. Егерде қамыр қатты болып қалса, онда ортасы тығыз болып қалады. Егерде тым сұйық болып қалса, онда ол дұрыс көтерілмей қалады. Сондықтан да қамырдың жұмсақтығы қолға жабысып тұрғанмен, майлаған кезде ол жабыспайтындай болу керек. Осындай комбайнда еленген қамыр 5 минут бойы тоқтамай араластырып тұру қажет. Қамыр дайын болды. Енді қазір қараңыздар. Қамырымыз өте жұмсақ, эластичный, әдемі болып шығады. Осындай созылмалы, қолға жабысқақ, бірақ мен қазір бұны майлаған кезде мүлдем жабыспай әдемі болып шыға келеді. Дәл бриоштың қамыры сияқты. Бриош нанында осындай әдемі жұмсақ қамырмен жасалынады. Енді бұл қамырды бірінші өзін кішкене майлап аламыз үстінен, сосын майланған ыдысқа ауыстырамыз. Кішкене ғана майды құйып, осылай үстіне бастырып шығамыз дағыны. Екінші ыдысымызды майлап дайындап қоямыз, осыған көшіреміз қамырды. Осы кезде қамырымыз жұмсақ болса да, мүлдем қолға жабыспайтын болады. Міне енді қарасаңыздар, қамырдың өзі өте жұмсақ болса да, қолыма майланған кезде мүлдем жабыспай осындай әдемі эластичный қамыр болып шықты. Енді бұл қамырды осы столымыздың үстіне тура 1 сағатқа ашығанға дейін қойып қоямыз. Менде 1 сағат уақыт өтті, қамырым ашыды. Қамырымыз өте үлпілдеп, жұмсақ болып, әдемі болып шықты. Енді бұл қамырды қаласаңыздар, дәл ортасынан 2-ге бөліп, 2 нан жасасаңыздар да болады. Я болмаса, осылай менікі сияқты етіп, дәу етіп, 1 нан ғана жасап қойсаңыздар да болады. Қамырды 6 домалаққа бөліп алдым. Енді нанның әдемі формасын келістіру үшін осылай ортасын кішкене көбірек томпақтау етіп қалдырамыз да, қамырдың екі шетін жіңішкелеу етіп қолымызбен жай ғана домалатып шығамыз. Дайындап алған қамырларды осылай 5-еуін тізіп қойып, осыны енді 5 өрім қылып шығарамыз. Бұл француз батоны. Егерде басқаша формада жасаймын десеңіздер де өз еріктеріңіз, бірақ дәл видеодағыдай менің нұсқамда жасаймын десеңіздер, онда оны осылай өріп шығамыз. Міне осындай 5 өрімдік нанның формасы дайын болды. Енді осының үстін сәндеу үшін дән себілген қамырды осылай қойып, қазір үстін әдемілеп сәндеп жібереміз. Болған соң үстіне кішкене жұқалап жұмыртқа жағып жібереміз. Және де піскеннен кейін бетіне әдемілеп сироп жақсаңыздар да болады. Егерде сироп болмаса, онда сол күйінде қалдыра берсеңіздер де болады. Не болмаса, қант ұнтағын сеуіп сәндеп қоюға да болады. Алдын ала қызып тұрған 175 градустық пеште 25 минут пісіріп аламыз. Әркім өз пешінің қызуына қарайды. Мені қараңыздар, нан пісті. Мен бетіне кішкене жылтырлап әдемі болып тұру үшін сироп жағып қойдым. Енді бұл нан толық суығанша кеспейміз. Суығаннан кейін барып кесеміз. Егер ыстықтай пештен шығара салып кессеңіздер, онда ортасы қамыр болып қалады.
Ал енді суығаннан кейін кескен кезде осындай ортасы әдемі болып көтеріліп, ортасы губка сияқты болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.